Дүниетану үшін түсінік тақырыбы: адам не үшін еңбек етеді? Мемлекеттік қоғам және отбасының дамуында еңбектің маңызды рөлі атқаратынын талдаймыз. Еңбек арқылы өз қажеттіліктерді орындауды үйренеміз. Еңбек деген не? Адам не үшін еңбек етеді? Еңбектің қандай түрлері бар? Еңбексіз адам өмірінің мәні болмайды. Еңбектің арқасында адам өз өмірін жақсартып, қабілетін дамытады, білімін толықтырады. Әрбір еңбекқор адам өз жұмысының жемісін көреді, қаржылай табысты болады. Осы табысының арқасында адам өзінің мұқтаждығын өтейді. Еңбектің екі түрі болады: дене еңбегі, ой еңбегі. Дене күшінің шығыны, ой еңбегінің шығыны. Ой еңбегінің зияткерлік еңбек деп атайды. Ой еңбегі адамның зердек пен зергіліктілікті, ақылдылық пен парасаттылықты қажет етеді. Дене еңбегі бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалы, шахтерлер көмір қазады, бұл қол еңбегіне жатады. Ал көмір өндіруді тиімділігін арттыру үшін олар жаңа технологияларды пайдаланады. Бұларды инженерлер, ғалымдар ойлап шығарады. Сондықтан оны ой еңбегіне жатқызамыз. Адамдар не үшін еңбек етеді? Еңбек ету қабілетін жетілдіру барысында адамдар еңбек құралдары мен әдіс-тәсілдерді де дамытады. Бұл тәжірибе ұрпақтан ұрпаққа беріліп, адамның ғана емес, бүкіл қоғамның дамуына ықпал етеді. Мына суреттерге қарап өтсек, бұл жерде әртүрлі салада еңбек етіп, ой еңбегімен, дене еңбегімен көрінісін байқауға болады. Сондықтан әр отбасының өзінің осындай құндылықтары болады. Сондықтан өз отбасыларын асырау үшін осындай еңбек етеді. Еңбектің түрлеріне қарай мамандық иелерін топтастыру. Ал оқушылар, мына жерде бірнеше суреттер берілген. Ой еңбегі мен дене еңбегі. Қайсысы ой еңбегіне, қайсысы дене еңбегіне жататынын топтастырайық. Оқушылар, мына жерде бірнеше суреттер берілген. Бұл жерде балалар не істеп жүр, қалай ойлайсыңдар? Оқушылар, бізге берілген суретке 3 мақал-мәтел берілген екен. Қайсысы сәйкес келеді, соны сәйкестендіріп көрейік. Оқу білім азығы, өмір білім қазығы. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Жалқауға күнде той. Әрине, біздің суретімізге еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген мақал-мәтеліміз сәйкес келіп тұр екен. Балалар, осы мақалдың мазмұнын қалай түсінесіңдер? Қанекей, барлығымыз айтып көрейік. Оқушылар, мына сұрақтарға жауап беріп кетейікші. Шахтерлер не істейді және қандай болуы керек? Аспазшы не істейді? Дәрігер не істейді? Адамдар әртүрлі мамандықта еңбек етеді. Олардың ортақ мүддесі өз еліне пайдасын тигізу. Мінекей, осының барлығы үлкен еңбек. Яғни ой еңбегі мен дене еңбегі екен. Еңбексіз даму да жоқ және мүмкін де емес. Жаңағы айтып кеткеніміздей, оқу сендердің үлкен еңбектерің болып саналады. Оқушылар, үйдегі ата-аналарың мен үлкендерден сұхбат алыңдар. Оқушылар, ата-аналарың мамандықтары жайлы сұрап келеміз. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта біздің тақырыбымыз ой еңбегі мен дене еңбегін талқыладық. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.